Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз, естіліп тұр. Сәлеметсіз. Жақсы, рахмет. Онда мен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Аяулым, Едада KZ компаниясынан. Қазіргі кезде біздің компания осы жасанды интеллект құралдары бойынша жұмыс жасайды. Сонымен қатар осы жасанды интеллект құралдарын біз қазіргі уақытта көптеген мектептерге, колледждерге және де балабақшаларға қосумен айналысамыз. Және де бізде осындай форматта апта сайын сәрсенбі күні сағат 3-те апталық тренингімізді өткізіп отырамыз. 1 сағат уақытта. Яғни тренингте жаңағы платформалар бойынша сізге түсіндіріп өтеміз. Сонымен қатар, егер өздеріңіздің мысалы сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды да қойсаңыздар болады. Бізде негізгі инструменттер бұл Google, Canva және де Quizzes платформалары. Сіздер қай облыстардан қатысып отырсыздар? Сәлеметсіз бе? Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы. Аха. Сіздердің мектептеріңіз осы жасанды интеллект құралдарына қосылды, иә? Иә, қосылдық, Қарашоқ орта мектебі. Аха. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы. Жақсы, керемет. Бізде Шахтинск қаласы бойынша тренингтер өткен болатын, барлығына біз доступтар бердік. Сіздер қолданып жатырсыздар ма? Осы аптадан бастап қолдана бастадық. Бірақ мұғалімдер, барлық мұғалімдер қатысып жүрген. Жақсы. Енді онда жаңа сұрақтар бойынша өтсек, сіздерде қандай бір сұрақтарыңыз туындады ма екен? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, қазір жауап беруге дайынбыз. Жақсы, онда сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, онда біздегі бар жаңағы инструменттер бойынша қысқаша сіздерге көрсетіп өтейік. Яғни бізде жаңағы Google, Canva бойынша сіздерге алдыңғы апталарда көрсетіп өткен болатынбыз. Ендігі бүгін сіздерге біз Quizzes платформасын көрсетіп өтейік. Яғни Quizzes платформасы қазіргі уақытта осы әртүрлі тесттер, викториналар жасауға арналған платформа. Сонымен қатар оның ішіне қазіргі уақытта жасанды интеллект те кіріктірілген. Онда ары қарай сөз кезегімен Алтынайға берейін. Алтынай сіздерге осы Quizzes платформасы бойынша көрсетіп өтетін болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып қоя берсеңіздер болады, немесе осы астындағы чатқа да жазсаңыздар болады. Жақсы, онда. Сәлеметсіздер ме? Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Сәлеметсіз, иә, естіліп тұр. Аха, экраным көрінді, иә? Аха, ең алдымен біз Waygroundқа, қазіргі таңда Quizzes Wayground деп аталады. Waygroundқа кірмес бұрын біздің Pro аккаунттар арқылы тіркелулеріңіз қажет болады. Біз берген аккаунт арқылы сіздерге Pro версия беріледі. Ал тегін аккаунтта тек 20 материалмен жұмыс істей алатындай лимиттары болады. Wayground платформасына кіру үшін wayground.com деп жазсаңыздар болады. Бір мен қазақша ауыстырып алайын. Екі тілде, аха. Вот, чтобы начать работу на платформе Wayground, вам нужно будет активировать ваш еду аккаунт, который мы выдаем. С помощью этого аккаунта вы получаете Pro-версию этой платформы. У вас нет никакого лимита, а с бесплатными аккаунтами вы получите только 20 материалов, которыми вы можете работать. Первым делом мы заходим на сайт wayground.com, заходим на ваш аккаунт. И здесь вот мы сидим на главном экране.
Здесь вот главные 3 функционала — это создание с нуля, поиск и загрузка. Басты 3 функционалы бізде құру, іздеу және де жүктеу батырмалары. Сол жағындағы разделдарды көрсетіп өтейін. Міне басты бетіміз бірінші. Екінші ол менің кітапханам. Кітапхананың ішінде сіздер құрған жұмыс істеу жүрген материалдарыңыздың толық списогын көре аласыздар. Бұл жерде міне құрылғандар және де әлі черновик форматындағы материалдар. В вашей библиотеке вы можете наблюдать ваши материалы, с которыми вы работаете, создали материалы. Здесь вот созданные материалы, во второй вкладке ваши черновики. Дальше здесь вот у нас есть последние использованные материалы по статусам. Вы можете видеть последний раз, с какими материалами вы работали. Осы разделда сіздер соңғы қолданған материалдарыңызды көре аласыздар, қайсысын қай күні қолданғандарыңызды. Келесі ол бізде менімен бөлісті деген, сіздің әріптестеріңіз сізбен бөліскен материалдарды көре аласыздар. Мысалы, мына жерде Дария және де Аял менімен бөліскен материалдар. Во вкладке «Поделились со мной» вы можете видеть материалы, которые с вами поделились ваши коллеги. Например, вот Дарья и Аяулум мне отправили такие вот материалы. Следующая вкладка у нас коллекции, жинахтар. Здесь вы можете сортировать ваши материалы по классам, по предметам. Осы жинақтар деген разделда сіздер материалдарыңызды пән, сынып бойынша өзіңізге қажетті атауларын беріп, жаңадан құрып осылай жүктесеңіздер болады. Следующая вкладка у нас это команды. Здесь вы можете создать новую команду для вас, например, с вашими коллегами по классу, по вашим предметам. Также работать в этой команде с вашими вместе коллегами. Можно сразу вопрос? Вот Да, по слушаю. командам. Вот смотрите, коллегами, а с учениками можно это? Да, конечно, вы можете создать команды с учениками и добавить их почты здесь. Ага, Например, почты добавить, а потом они будут заходить, да? Можно так спокойно. Да-да-да. Но там же, смотрите, же опять же, там, по-моему, определенное количество детей, да, только могут войти. Вот, например, у меня если 3 параллели, вот, например, там 60 человек, я только могу внести 40, да, по-моему, там? В командах, в принципе, нет там ограничений, но с учениками Точно нет? удобнее работать. Здесь вот есть студенты, вот учащиеся раздел. Вы можете здесь ваш класс создать. Сейчас покажу. Создать, да? Угу. Да, вот, например, здесь у меня 11, 4, 8 классы здесь вот есть. Вы можете вот так вот ученику распределить. Балалардың саны шектеусіз бар? Балалардың саны шектеусіз бар? Шектеусіз, иә, шектеусіз. Вот, осы оқушылармен жұмыс істеуге менің сыныптарым деген разделда сынып құрып жұмыс істесеңіздер болады. Бір сыныптың ішіне кіріп көрсетіп жіберейін. Мысалы, міне осы сыныптың балалардың толық списоктарын көре аласыздар. Мына жақтан. Это қандай платформаны көрсетіп отырсыз? Playground деген. Ссылка можно как-нибудь отправить или что? Ссылку? Что, больше сразу мына компьютер қосып қойдым сол жұмыс істеуге. Аха. Қазір менде чатқа жіберейін сізге ссылкасын. Чат бізде бар ма? Чат. Осы Google Meet-тің чатынан, иә. Осыны копировать етіп кірсеңіз болады. Мына жерге жіберіп қойдым. Здесь вот вы можете наблюдать ваших учеников в этом классе. Также во вкладке «Действия» вы можете наблюдать, какие именно тесты проходил этот класс. Например, тестирование за четверть, основное тестирование, например, проходил вот этот 11 класс. Вот, да, во вкладке «Библиотека» я вам все, в принципе, показала. Коллекция, команды. Следующая у нас вкладка — это сеансы. Сеанстар. Бұл жерде сіздерден өткізілген тесттеріңіздің отчеттар сақталып тұрады. Мына жерде мен статустары бойынша да бақылай аласыздар. Мысалы, мынау барлығы жүргізілуде. Әлі жүріп жатқан тесттер жоспарланған.
аяқталды және тоқтатылған тесттер. Здесь вы можете наблюдать отчеты тестов, которые вы уже провели, процентность по ним. Также внутри, перейдя внутрь, вы можете увидеть вопросы и учеников. Например, вот я зашла в один тест, я вижу процентность этого теста, насколько ученики хорошо или плохо прошли этот тест. Здесь вот список самих студентов. Также, например, здесь вот эти студенты не присоединились к тесту. Вот эти вот дети, они пришли этот тест. Осы разделда сіздер өткізілген тестке кіру арқылы студенттер бойынша шолу көре аласыздар. Мына жақта міне қатысқан студенттер және қатыспаған студенттердің дәлдігін, қандай сұрақтарға қаншалықты жақсы жауап бергендігін. Және де сұрақ бойынша шолу да бар. Осы тесттің ішінде қандай сұрақ болғанын, қанша оқушы дұрыс, қанша дұрыс емес жауап берген көре аласыздар осылай сұрақтар бойынша шолуда. Және де осы өткізілген тесттің отчетін сіздер Excel форматында сақтап аласыздар. Сақтаудан бұрын бұл есеппен бөлісе аласыздар. Көшірмесін алып, сіздің ата-анаңызға немесе оқушыға, әріптестеріңізге де бөліссеңіздер болады. Келесі міне қысқаша оқушылар разделін көрсетіп өтейін. Мысалы, менде осындай құрылған сыныптар бар. Мына жақта оң жағында класты құру деген батырма арқылы өзіңізге керекті класты құрып алсаңыздар болады. Келесі енді басты бетіндегі үш функционалын көрсетіп өтейін. Сейчас я вам покажу главные три функционала этой платформы. Это первое — создание. С нуля вы можете создать тесты, презентации, интерактивные видео, отрывки из книг и флеш-карточки. С нуля вы можете создать, загрузив свои материалы, например, Excel, Google Form, либо PDF-формат. Также вы можете без каких-либо материалов сделать с нуля с помощью искусственного интеллекта. Я вот захожу в генерацию, выбираю текстом и задаю искусственному интеллекту тему. Например, мне нужен тест по географии для 5 класса. Дополнительно вы можете сюда вписать нужную вам тему. Так, я выбираю язык вывода казахский. Количество вопросов мне нужно 10. Также выбираю здесь предмет и класс. Нөлден құру арқылы сіздер нөлден құру, жасанды интеллект арқылы нөлден құра аласыздар. Мына жерде мәтін немесе нұсқау дегенді таңдап, осы жерге сізге пән, сынып және де өзіңізге қосымша қажетті тақырыпты таңдау арқылы параметрлерді шығару тілі сізге қандай тіл қажет болады, соны таңдайсыздар. Егер орыс тілі болса орыс тілі деп, қазақ тілі болса қазақ тілі деп. Және де сұрақтар санымен пән және де сыныбын белгілейсіздер. Белгілегеннен кейін жалғастырамыз. Қосымша мына жерде кішігірім тақырыпшалар таңдауға болады. Осы берілгендер таңдасаңыздар болады, немесе өзіңізге қажеттілерді жазып осы жерге. Дальше у нас идет выбор подтем. Здесь вы можете выбрать рекомендованные темы, которые здесь платформа предлагает, либо же вписать в свою тему. Я выбираю, например, Қазақстан картасы, климаттық белдеулер және де халықтың орналасуы. Я выберу вот эти три подтемы. Викторинаны құру. Вот за пару минут искусственный интеллект подготовил мне тест из 10 вопросов. Осылайша мен белгілегенде 10 сұраққа маған сұрақтарын дайындап берді. Мен бір оқып алам, маған барлық
сұрақтар келеді екен, жауаптар да келеді екен. Егер сізге бір сұрақ ұнамаса, немесе жауап вариант ұнамаса, осы жерге өзгерісті енгізсеңіздер болады. Мысалы, оның үшін сұрақтың сұрағын өзгерт, немесе а жауабын өзгерт дегендей. Осы дайын викторинаны пайдаланамыз. Так, это у нас экран редакции. Вы можете здесь задать таймер на каждый вопрос, либо дать баллы. Например, я хочу, чтобы все вопросы имели таймер 1 минуту. Я выбираю 1 минуту и изменить для всех. Также вы можете индивидуально на каждый вопрос разные таймеры дать. Также по баллам вы можете дать индивидуально на каждый вопрос, либо же один общий для всех. Например, 10 баллов для всех вопросов. Дополнительно вы можете добавить объяснение к вопросу, который создаст вам тоже искусственный интеллект. Здесь вот с левой стороны добавить объяснение к вопросу. Вот я вижу, Можно что он... вопрос? Да, слушаю. Вот здесь, смотрите, предметы, а также, вот, ну, да, я пробовал, тут предмет, русский язык не был. Вы чуть-чуть зависаете. Нет, Я вас предмет слышу. оказался язык. Казахский язык? Предмет оказался, я не могу. Здесь тоже такой. Так, я вас еще чуть-чуть плохо слышу, обрывчато. Как он там называется? Вот здесь это предмет казахский язык. Джинини тоже это предмет казахский язык. Других предметов можно сделать, это как бы... Ага. Сакен Мырза, кешіріңіз, вас не слышно. Да, можете написать, тут есть чат. Туда можно написать. Да, вас чуть-чуть обрывчато слышно. Отвечу на вопросы в чате. Так, вы заходите в Wayground для учителей, Wayground for Teachers. То, что у вас пишет код, это вы зашли на сайт для студентов, где студенты уже к тесту присоединяются. Я даже как предмет учитель. Алло, да? Я шел как учитель. И Мгм. предметы, здесь предмет. Вижу, Вы имеете в виду предметы на главном экране? да, предметы я тогда оценки где. В принципе, это не обязательно именно там выбирать предметы. Вы можете указать предмет и вписать его, когда вы будете создавать тест, либо же загружать его. Нет, вот, например, это Gemini на казахском нет ничего. Там я пробовал через это. Все мотив, он все равно, он на русском дает только. Казахша уже это. А где вы именно хотели получить тест? Генерации, поиск или загрузка? Да. Поиск, загрузка. Это искусственный интеллект Килге. Мен мені қазақша басқа жаздым ғой, маған қазақша тест шығарып берді. Он уже она Кішкене естілмей қалды. Алло.
Напишите, пожалуйста, в чат, я отвечу на ваш вопрос. Здравствуйте, можно вопрос? Да, слушаю. Canva, вот мы же в Canva работаем в основном. Есть Да. аналоги приложений, которые в виде игры, как вот World. Можете что-то подсказать? Да, вы можете создать интерактивную игру в Canva AI. Наверное, Canva AI вам покажет Айолум, да? Сәлеметсіздер ме, кешіріңіздер. Жаңа айтып жатқандар платформаларды осы чатқа жібере беріңіздерші, пожалуйста, ұмытып қаламыз да атауларын. Рұқсат болса, рахмет. Атын сілтемесін жіберіп отырамыз, жақсы. Рахмет. Жақсы. Онда бағанағы сіздер жаңа интерактивті ойын бойынша сұраған боласыздар. Осы ойынды көбінесе жаңағы тест түрінде квизистің ішінде жүргізуге болады. Сонымен қатар жаңағы Canva-ның ішінде де жүргізуге болады. Canva бойынша сіздерге бір көрсетіп өтейін. Мысалы, мінекей мен Canva-ға кірдім. Canva кірген кезде қазіргі уақытта 3 миллионнан астам өзінің шаблондары бар. Сол шаблондарды мысалға қолданып әртүрлі ойындар жасасаңыздар болады. Сонымен қатар осы Canva-ның қазіргі уақытта жаңа бір функциясы шыққан болатын. Бұл Canva арқылы сайт жасау функциясы. Сайтты жасау үшін мысалға ол сайттың ішінде сіз мысалы әртүрлі тесттер, ойындарды жасасаңыздар болады. Мысалға мінекей, басты бетке өттім, жасанды интеллект Canva-ға басамын. Және осы жерде код дегенді басамын. Және мінекей, мен мына жерге жазсам болады, қандай бір интерактивті ойын жасасақ болады. Слова перевертыши элементарно. Ключевые слова, например, перевертыши. Так, ключевые слова. Так, бұл орыс тілі бойынша, е? Жоқ, қазақ тілінен де айта беруге болады. Мысалы үшін мәтін беріледі ғой, бізде мәтінмен жұмыс болады, сонда мәтінмен жұмыстың ішінде жаңағы тірек сөздерді табу керек болады. Сол тірек сөздерді баланы жаңағы орнын ауыстырып қойып, көрсетсе, соны бала өзі тауып алады. Дұрыс жазып. Онда мен қазір жазып көрейін. Мысалы, қазақ тілі бойынша мәтіндер, әріптер бойынша интерактивті. Мысалы, ChatGPT-ға жазамыз ғой, адасқан әріптер деп жазсаң, ол жаңағы құрастырып береді, бірақ қатесі өте көп болады. Қазір көрейік бұны. Әріптер бойынша интерактивті ойын жасап беріңіз. Адасқан әріптер деп жазсаңыз дұрыс болатын шығар. Ой, кәске қалыпты. Қазір онда жасауда. Қазір онда тағы да бір промпт беріп көрейін, е? Сіздер жаңа Canva-дағы осы сайт бойынша жұмыс жасап көре алдыңыздар ма? Иә, жасап отырмыз, бірақ мен көбінесе жаңағы тест жұмыстарын беремін балаларға. Бізде тағы бір проблема, мысалы үшін көп мектептерде интернеттің төмен. Өшіп қалады, зависает деген әңгіме. Сонда біз үйден жасап, бәрін жасап апарғанда, мектепке барған кезде, мысалы үшін ашылмайды. Өйткені интернеттің жүйесі төмен. Телефонмен қосыламыз, әйтеуір бірдеңке қылып алып шығамыз, шынын айту керек. Иә, мына Canva-ның ішінде сайт деген интернетпен жұмыс жасайды, бірақ ана презентация дегендер вроде интернетсіз де жұмыс жасайды. Қазір бір көрсетіп өтейін. Жасап жатыр. Мысалға, мына проекттіға кірейін. Осы жерде сіздер мысалы белгілі бір слайдтар жасасаңыздар. Қазір мен интернет ұстамай тұр екен. 3 нүкте және де
осы жерде сақтау деген бар. Мінекей включить презентацию офлайн деген бар. Осыны бассаңыздар, сіздерде мысалы интернет жасамай тұрса да, бірақ мысалы Canva-ның ішіне кіріп, сіздер мына презентацияны көрсете аласыздар. Ішіндегі барлық анимациясымен, музыкасымен, барлығымен шығады сіздерге. Осы тәсілді қолданып көрсеңіздер болады. Пошагово айтып көріңіз, қалай кірдіңіз? Жаңағы офлайн бойынша ма? Иә, офлайн. Мына проекты деген бар. Проекты деген жерде сіздер мысалы бұрын жасаған барлық документтеріңіз осы жерде сақталып тұрады. Проектқа кірдім, мысалы мен мінекей соңғы рет осы презентацияның ішімен жұмыс жасадым. Сосын осы жердегі 3 нүктені басамын. Және включить презентацию офлайн деген бар. Осылайша ол скачивается. Жақсы. Ойындарды жаңа қалай? Так, ойындарды көрейік. Ойындар бойынша қазір интернетсіз біз қарап көрмеппіз. Қазір онда кездесуден кейін қарап көрейін, иә? Қазір интернетті өшірсем, бұл кездесуде өшіп қалады. Так, ендігі жаңағы бағанағы ойындар бойынша біздің ойынымыз дайын. Қазақ тілі бойынша интерактивті ойын жасап беріңіз дедік. Әріптердің барлығын дұрыс жасап тапқан секілді. Мінекей осындай мысалы бізге ойын жасап берді. Так, енді тағы бір промпт жазған болатынбыз, адасқан әріптер бойынша. Бұл жерде дұрыс жасады ғой деймін, иә? Иә, ауыстырып көріп керек әріптердің орнын. Мына жаққа жауабыңызды жазыңыз деп. Бұл қандай болады? Ана бір-бірден тасисіз, иә. Көктем или қалай шығады? Қандай сөз жазылғанын білмейміз ғой. Мына жерде тасымайды екен, мына жауабын жаз деген жерге сразу ответін жазу қажет. Егер жаңа тасу бойынша мына жаққа жаңа промптқа жазу қажет еді. Тасып көрсету қажет деп. Яғни осындай форматта бізге жасап бердім, білмейді екенмін. Яғни осы жерге. Жақсы. Кешіріңіз, бұны қай жерден қарадыңыздар? Қалай жасадыңыздар? Так, оны мына бір Canva-ның ішіне кірдік. Басты бет деген бар. Басты бет. Сосын мына жерде жасанды интеллект Canva-ға кірдім. Осы жерде үшеу ашылады: изображение, документ и код деп тұрады. Осы код дегенді бастым. Және мен мына жерге жазған болатын. Қазақ тілі бойынша әріптер, сөздер бойынша маған ойын жасап беріңіз дедім. Арқарай маған кодын жасап, осылай ойын жасап берді. Түсінікті, рахмет. Мысалы мінекей Алматы. Промпттарды алуға бола ма екен? Промпттар сіздер өздеріңіз жазасыздар, немесе промпттар бойынша мына жерде дайын промпттар бар, бірақ олар аз. Немесе сіздер промпттар жазған кезде Google Gemini-мен қолдансаңыздар болады негізі. Мысалға мен мына жаққа жазайын. Қазақ тілі бойынша тест қажет, ойын қажет дейін. Ойын қажет. Маған промпт жазып беріңіз. Мінекей. Және мінекей, Gemini-ға жаздым, маған әртүрлі нұсқада промпттар жасап берді. Мысалы, сөздік қорды кеңейту, немесе грамматикалық викторина дейді, мәдени ойын. Яғни әртүрлі промпттарда осылай Gemini-дан сұрап көрсеңіздер болады. Сәлеметсіздер ме, әріптестер, мен жаңа кешкеннен кешігіп кіріп отырмын. Менде мынандай сұрақ еді, өткен жолы сіздермен хабарласып отырып, мен осы Canva-ның ішінде DID менен суреттерді сөйлеткен болатымын.
Аха. сол DID-дің сіздер айтқан болатынсыздар лимиті бар деп, иә? Лимит бар екен ол жерде. Яғни үш сурет жасалғаннан кейін сол лимит бір-ақ күндік қана ма? Жоқ, қалай соны түсінбедім. Или келесі күнде де солай 3 сурет жасасам бола ма? Мен келесі күнде Мынаны бітіре қайтадан ашып салайықшы көрмедім. ойынды. Тоқтаңыз. Ойынды бітіре салайықшы. Қараңыз, мынаның бәрін жазып қойдық. Енді осының ссылкасын балаларға қалай беруге болады? Бұл жерде осы сайтты негізі осы жылы ғана қосқан болатын. Оның сілтемесін сіздер әлі жібере алмайсыздар. Оны тек қана жаңағы публикация Қалай жасай сыныпта аласыздар. көрсетуге болады онда? Сол сыныпта бәрін жазып, сол жерде ғана жасай салу керек па? Яғни мысалы сіздерде LED экран бар ғой. Сол LED экранға осылай шығарсаңыздар болады. Содан кейін сіздердің Canva арқылы жасаған барлық сайттарыңыз барлығы осы Сақталады ма? сақталады, иә. Мысалы код, показать все, последние переписки, и мына жерде менің мысалы бұрын жасаған сайттарым шығады. Осы жерде мысалы сіздер кіріп, Бәрі интернетке байланысты. иә, интернетке байланысты. Так, келесі бізде сұрақ жаңағы DID бойынша болды, иә? Негізі DID бізде оның шектеуі бар. Әзір кіріп көрейік. Бізде мысалғы Canva-ның ішіндегі жасанды интеллект құралдары бойынша ешқандай жаңа шектеу жоқ. Бірақ жаңағы DID тағы да бір қосалқы құралдар бар. Олар Canva-ның ішіне толықтай кірмейді. Как партнеры секілді жұмыс жасайды, яғни мына жерге приложение и осы жерде жаңа басқа инструменттерді көрсетеді. Так, бұларда тек қана жаңағы өзінің бір шектеулері бар. Сіз онымен қолданыңыз, бірақ қазіргі уақытта сізде жаңағы лимитіңіз бітіп қалды, иә? Иә, бір күнге жасалынды, 3 сурет жасадым, енді одан кейін, енді келесі күнде қайтадан соған кіре аламын ба? Сол лимит сол бір күнге ғана ма, жоқ әлде қалай енді? Шатаспасам, сіздерде 3 видео жасауға беріледі. Иә, ол 3 видео жасалды. Бір күнде 3 видео жасалды дейік. Сол бір күндік лимит па, жоқ әлде ол жалпы осы неде жұмыс жасайтын кезде, осы платформада жұмыс жасайтын кезде, жалпы сол шақ видеоға ғана рұқсат па дегенім ғой? Так, бұл жалпы 3 видеоға рұқсат. Яғни как бесплатная версия жаңа қолданып көруге берілген. За месяц всего лишь 3 видео разрешается, да, или как вообще? Нет, в общем, 3 видео. Да, Все, дальше уже платно. Да, дальше уже платно, потому что DID деген ол бөлек платформа. Жасалған кісі сізге сұрақ қойға бола ма? Қазақша тексттерді акцентсіз жасадыңыз ба? Менде акцентсіз болмады. Жоқ, акцентсіз емес, акцент болады қазақ. Жоқ, бірақ мен қазақ Айгүлдің дауысын таңдап алдым да, соны мен жасадым. Жоқ, көп әріптер дұрыс айтылмайды ғой, кішкене. Иә, ол міндетті түрде акцент бар. Сосын, так, мына бізде, қазір көрсетіп өтейін. На Canva-ның ішінде озвучка деген шыққан болатын. Жасанды интеллект арқылы сіздер озвучка жасай аласыздар. Соны көре алдыңыздар ма? Жоқ, мен соны жасай алмадым, соны көрсетсеңіздер жақсы болатын еді негізінде. Я пошагово көрсетсеңіз. Ага, хорошо. Так, мысалы мен қазір бір документті ашып отырмын. Осы жердегі загрузки дегенге өттім. Мінекей жүктеме, записать себя. Және осы жерде маған шығады, мысалы, начать запись экрана или же создать искусственный интеллект голос деген. Осыны бастым.
Енді бұл жерде озвучка жасап береді сіздерге тек қана, ешқандай фото, видеосыз. Бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Экран көрсетіліп тұр ма сіздерге? Көрсетіліп тұр ма? Жоқ, экран бізге көрсетілмей тұр, сіздің экраныңыз көрсетіліп тұрған жоқ бізге. Енді Бізге қайтадан көрсетсеңіз. Так, мен мына жердегі загрузкаға кірдім. Загрузкаға кірген соң записать себя деген бар, осыны бастым. Создать и голос. Сосын мына жерде озвучка ғана жасап береді, ешқандай фото, видеосыз, тек қана озвучкасын, және де бұл Canva-ның өзінің жаңа инструменті болып табылады, бұл бойынша ешқандай шектеу істерде болмайды. Және әзірге бұл бойынша орыс тілінде озвучка бар екен, қазақ тілін әзірге қосқан жоқ. Бірақ оны да жақын арада қосу қажет. Мен бұны ашып көрдім, қазақ тілі жоқ болғаннан кейін одан жасамадым. Егер де орысша қажет болса, орысша жасап көрсеңіздер болады. Айым, сәлеметсіздер ма? Бір сұрақ қойсам бола ма? Болады. Осы Canva-ға ана ойындар бар ғой, онлайн ойындар. Мысалы, Educa Play, Learning Apps. Соларды қоюдың жолын көрсетіп беріңізші. Так. Жаңа сіздер айтқан бұл басқа платформалар ма? Неге Learning Apps дегендеріңіз басқа платформа ғой? Learning Apps, WordWall, мысалы, осыларды қоюғашы. Олар басқа платформалар. Басқа платформа екен, ол жағын білмедім. Басқа платформалар бойынша жұмыс жасамадым. Ал мысалы сіздерде квиз қазір қалай түседі? Ол қазір, соны да қойса, мысалы, қалай қоюға болады? Ойграундты сіздер код немесе QR код арқылы өткізсеңіздер болады балаларға. Жаңағы сөйлеп апару деген ойынды қысқаша көрсетіп жіберейін, қалай құрылатынын. Мен ана кісінің сұрағын былай түсініп тұрмын. Жалпы Canva-мен жасалған презентацияға басқа платформалардың ссылкасын қалай қоямыз деп сұрап тұрау деймін. Тек ссылкасын ғана қоюға болады. Презентацияның бетінде тұрады ойын. Ол бетіне тек скриптарды ғана қоя аласыз. Басқа платформада жасалған ойындарды ішіне жүктей алмайсыз, чтобы Canva-ның ішіне ойнай Так. Мен просто өзім сондай жасаған презентацияларды қолданып жүрмін де, бірақ өзім соны жасай алмай отырмын. Мысалы, Educa Play сол ненің бетінде, презентацияның бетінде тұрады. Learning Apps сол презентацияның бетінде тұрады. Кешіріңіз, ол может быть картинка QR-мен скачать етіп соны қоя салатын шығар? Сіздерге осы конференциядан кейін сол қолданған презентацияның сілтемесін жіберіп көрсетемін. Көрейік. Бізде негізі ондай функция жаңа YouTube видеоларында бар еді. Яғни сондай болып жұмыс жасайды ғой деймін. YouTube-ты сілтеме арқылы жүктеп алдым. Бірақ ойынды жүктеуді нете алмай қойдым. Жақсы, онда бізге сілтемесін жібересіз ба, біз қарап көрейік, Сіздер мен қазір не бар, WhatsApp номер бар, жіберем сіздерге. Мен онда қазір бағанағы ойграундтың ішіндегі жүргізілетін ойынды көрсетіп жіберейін. Экран көрініп тұр ғой, Осы ойграундтың бетінде, басты бетінде мына жақта құр деген функция бар, және де нөлден құрсаңыздар болады. Осы жерде тесттің әртүрлі форматтары болады. Сол бағана кісі айтқан, міне сүйреп апару деген функциясы бар. Осылай мына жерде көрсетіліп тұр. Мына жақта гифкасында. Бір қысқаша бір текстті қояйық. Мысалы, мында міне мақтағыз бен мысықтың ертегісінен. Міне өзі көрсетіп тұр қандай сөздерді сүйреп апаратындай қылдырып қойсаңыз да болады. Немесе оны жойып, өзіңізге қажетті, например, міне ус деген сөзді алайық.
және де әріптерді алсаңыз болады. Мысалы міне М әріпі, мақта деген сөзді бүйтіп выделять етіп, бос орын деп таңдайсыз. Ол мына жақта шығып тұрады. Балалар осы сөздерді бүйтіп сүйреп апарып қояды мына жерлеріне. Осылай міне 2-3 сөзбен 1-2 әріпті белгілейік міне. Қосымша мына жақта дұрыс еместерін қоссаңыздар болады. Балалар кішкене ойланып, мынау келе ме екен, келмей ме екен дегенде мысалы міне қатысы жоқ р және де өзен деген сөздерін қосып қояйық. Және де 5 деген санды. Осылай тексттен редактировать етіп алғаннан кейін сұрақты сақтаймыз. Қосымша осыған басқа да форматта сұрақтар қоссаңыз болады. Мына жақтан міне кез келген формат таңдап. Мына жақта сурет салу деген бар, аудио жауап бар, көрсетілгендей. Енді мынаны мен көрсетіп жіберейін сізге. Қазір алдын ала қарау деген функция арқылы бұл тестті балалар қалай көретінін көрсетіп жіберейін. Осы тестті балалар өздерінің телефондары немесе интерактивті тақтаға кеп жақындап ойнаса болады міне. Мысалы міне. Мақта деген сөзді апарайық. Мына уыз. Ойынның ссылкасын қалай береміз? Ссылкасын мына жерде міне бөлісу деген тұрады. Осы ойынның ішінде міне. Оқушымен бөлісу және мұғаліммен бөлісу деген. Қосымша интерактивті сабақ барысында сабақ үстінде өткізсеңіздер QR немесе код арқылы. Қазір көрсетіп жіберейін. Осылай қойып шығамыз. Жіберу дейміз. Қай сұрақ, міне қай әріптердің, қай сөздердің дұрыс емес таңдаған көрініп тұрады. Ойынды міне бастау арқылы сабақ барысында QR және код арқылы өткізсеңіздер болады. Мына жақта режим таңдайсыздар. Мысалы бізге классикалық режим келеді. Ал командалық режим болса бірнеше бала қатысуға бола ма? Иә. Мысалы бір 5-6 оқушы кірсе, соны 2 командаға бөлсеңіздер болады. Тура сол сұрақты балалар командаға бөлініп жауап береді. Сонда команданың Бізге жіберіп көресіз ба? Біз мысалы үшін команда болып кірсек. Қазір онда команда деп таңдайын. Жаңа канваның сілтемесін Дарья ханымға жіберіп қойдым. Ішіне ойын кіргізілген. Жақсы. Қазір интернеттің сәл баяу ұстап тұр ғой деймін жақтан. Мына жақтан міне командалар санында белгілеп кетсеңіздер болады. Көп оқушы болса. Мектепте бізде тура осындай проблема болады. Бірдеңені раздавать етіп бере қойын десең, интернет төмен. Иә. Мысалы 2 команда деп таңдайық. Бастаймыз. Мына жақта міне 2 способ шығады. Командалық режимда командалық режимда QR жоқ екен. Онда балаға мына сайтқа өту керек болады. joinmyquiz.com деп осы кодты тереді. Немесе міне сілтемесінде жіберсеңіздер болады. Копировать ссылку деп. Сіздерге сілтемесін жіберейін, чатқа. Енді жібердім. Кіріп көріңіздер осы ойынға. Мен өзім де кіріп көрейін осы ойынға.
Міне мына жерде екі команда ашылды. Алдындағы бетте бізде редактирование бетінде команданың атын белгілесеңіздер болады осылай. Мысалы, міне Алтынай деген мен, Гүлзат ханым кіріпті, мына кісі кіріпті. Мен екінші командада болғым келеді, осылай екінші командаға өзімді сүйреп апардым. Осы сүйреп апаруды мұғалім жасайды. Тағы да қосыла ма екен адамдар? Күте тұрайық па? Пока осы үш адам ғой деймін, осы үш адаммен бастайық. Оқушылар қосылғаннан кейін командаға сүйреп апарып бөліп аласыздар, содан кейін бастау. Osılar cevap verenleri kırarız. İkinci komandada adamlar cevap vermegen var değil mi? Azıcık yükleyebileceğim. Mesela bарлық жауап берген кейін аша сұрақ атылады, одан кейін аяққа үйретеміз. Қай команда жеңімпаз екені. Бірінші командадағы бір оқушы бар, команда жеңімпаз атанды. Өйткені мына екінші командада бізде бір оқушы жауап бермепті. Мына осылайша көре аласыздар. Тест біткеннен кейін осындай қысқаша отчет шолуды көре аласыздар. Қай оқушы сұраққа қаншақты жауап берген. Бана өткізген тесттің бірден отчеты шығып тұрады. Осы отчетты скачать етіп немесе бөлісе аласыздар. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Грант бойынша. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма екен? Жоқ, рахмет, бәрі түсінікті болды. Сол екі нені көрсеттіңіздер платформа. Жоқ, рахмет. Түсінікті. Рахмет көп, аха. Кешіріңіз, сұрақ қойсам болады ма? Иә. Мына мультфильмдер жасалып жатыр ғой, солар қандай платформада жасалады? Canva-ның мүмкіндігі бар ма ода? Оның Так, бір минут. Canva кірейін. Көрсетіп өтесіз бе? Аха, мен көтөшімін. Кешіріңіздер, бағана бізде бір сұрақ болған болатын, жаңағы ойындар бойынша. Так, микрофонды өшіре тұрасыздар ма? Мысалға, Canva-ға сіздер белгілі бір сілтемелерді қойған кезде, оны мысалға тек қана сілтемесін қойсаңыздар болады, немесе осылай сілтемесін қойған кезде бірден жаңағы
ішіндегі мәліметтер шығады. Мысалға, мен мына жерде бір ютубтағы видеоны қойдым, ол маған бірден шығып тұр. Және де бағана бір мұғалім айтқан болатын, learns up деген ойынды мен мысалға осылайша Canva-ның ішіне қойып қойдым. Оны мен қалай жасадым? Ол үшін жаңағы осы платформаға кіріп, ссылкасын өзіме көшіріп алдым. Және бір бетті ашып, яғни копировать, и беттің ішіне бірден мен ставить еттім. Мысалы, бөлек тексті ашып, ішіне жаңағы сілтемені қоюдың қажеті жоқ. Бірден Canva-ның ішіне қою қажет. Түсінікті болды ма екен? В смысле, Canva презентацияға қойып жатсыз ба? Иә. Уже готовый презентацияға қойдыңыз. Да, я бір шаблон презентация алдым. Сол презентацияға, мысалы, мен осылай видеоны қосып қойдым. Мысалы, бөлек жаңағы YouTube-ның ішіне кірудің қажеті жоқ. Бірден осы презентацияның ішінде видеоны можете показать. Және на видеоны скачивать не надо. Просто ссылку ставите и все. Қыздар, осы жасалған жұмыстың видеосын өтініш осы группаға жіберіңіздерші жалпы. Алдыңғы видеоларды ала алмадық. Енді осы сіздер үйретіп отырған, мынау көрсетіп отырған іс-әрекеттеріңіздің барлығын қайтадан қайталап сол видеодан көре алатындай қылып. Бізде YouTube каналымыз бар. Осы YouTube каналға біз барлығын салып отырамыз. YouTube каналымыз Едата Ссылка жіберсеңіз. Ссылкасын қазір мен жіберіп қоямын. Не копирует, не заходит дейді. Неге естер шықпай тұр екен? Менде мінеке бірден шығып тұр ғой. Ойынға қой, ойынға мен кіре алмадым, соны жазғам. Сұрақ қойса бола ма? Иә. Мысалы, қазір сіз Canva-да презентация жасап, ссылканы сразу қойдыңыз ғой YouTube-қа. Мысалы, физминутқа соларды қосуға бола ма? Былайынша бесплатный версияда оны істеуге бола ма? Так, бесплатный версиясында болады ма екен? Оны білмедім. Бізде қазір про версиясы қосылып тұр. Мысалы, мен әже сілтемені қойдым. И, например, полный экранный режим открою. Және осының ішінде қосылып тұр. Сіздер қойып көре алдыңыздар ма? Қазір, мысалы, менімен бірге қойып көрсеңіздер болады. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма екен? Мысалы, бағана біз ойынды қойған болатынбыз. Мен осылай тест 3 деп ашып қойдым. Яғни, мысалы, мен презентацияның ішінде отырып, басқа сайттағы ойынды осы презентацияның ішінде бірден ойнай алады екенмін. Яғни, мысалы, бағана маған презентация жіберген болатын. Осындай форматта да сіздер қолдансаңыздар болады. Қазір ойын шықты, ары қарай осылай өзгертіп қойсам болады. Құрметті әріптестер, барлығы түсінікті болды ма екен сіздерге? Иә, түсінікті. Жасау керек, практика керек.
Рахмет көп. жасап көріңіздер. Endi Onda javobsiz qoldi. қай сұрақ? Мультфильм жасау үшін қандай платформаларды қолдануға болады? Аха. Жақсы. Так, қазір онда көрсетіп өтейін. Мультфильм бойынша сіздер мысалғы мына Canva-дағы дайын жаңағы видео шаблондар, соларды қолдансаңыздар болады, мысалы мультфильмі деп іздеп көріп. Немесе сіздер мысалға ол мультфильмдарды өздеріңіз жасасаңыздар болады, мысалы белгілі бір видеоны қосып, ішіне әртүрлі видеолар жасауға болады. Мысалы қазір бір презентацияны ашып көрейін. Қазір мен презентация форматын аштым, сіздер мысалы видео форматын ашып көрсеңіздер болады. Мысалы осылай белгілі бір проект ашқаннан кейін, сол жақта волшебный видео файлы деген бар. Осы жерде изображение, графики және видео деген бар. Осы видеоға жаңағы белгілі бір промпт жазасыздар, яғни қандай персонаждар қажет, қандай видео болу қажет, соны сіздерге жасап береді. Бірақ видеоны жасаған кезде бұл жерде тек қана 7-8 секундқа созылатын видеоны жасап беретін болады. Сонымен қатар тағы бір тәсілдің бірі, сіздер мысалға мына жердегі элементтер арқылы әрбір элементті сіздер мысалы өздеріңіз жасасаңыздар болады. Мысалы мінекей мына жерде адамның бейнесі тұр, көбелек тұр, және де бір персонажды қоссам болады. Мысалы сказочные персонажи дейін. Мысалы мына кітапты қосып қояйын. Жазуларды қоссаңыздар болады, немесе оны қоспай қоюға да болады. Ары қарай мысалға мыналарға сіздер анимация қолдансаңыздар болады. Мысалға анимация, дайын анимациялар бар, немесе создание анимации деп, мысалы осылай жаңа жүргенін көрсетсеңіздер болады. Мысалы көбелек ұшып жатыр, мына кітап өзі жүріп жатыр. Ары қарай осы жерге жаңа сіздерге көрсетіп өткендей озвучкасында өздеріңіз мысалға көрсетіп өтсеңіздер болады. Артына фон жасауға болады. Және создать озвучку. Осыны да мысалы қолданып көрсеңіздер болады. Мысалы фонды мен қазір өзгертіп қояйын. Яғни осындай форматта жасауға болады. Сонымен қатар сіздер мысалы Gemini'да да қолдансаңыздар болады. Gemini бойынша көбінесе мысалы сценарий жасауға қолданып жатады. Мысалы бір мультик жасау қажет болса, оны сіздер Canva-ның ішінде жасайсыздар. Олардың жаңа сценарийін сіздер Gemini'дан сұрап көрсеңіздер болады. Содан кейін тағы бір функция Gemini'дің ішінде Storybook деген бар. Яғни Storybook-ның ішінде сіздерге мысалға жаңағы видео формат емес, кітап жасап бере алады. Мысалы бір ертегілер, немесе басқандай форматтағылар. Көрсетіп өтейін. Мысалы Storybook. Мына жерге сіздер промпт жазасыздар. Сол қандай кітап болу керек, ішінде қандай персонаждар болу қажет дегендей. Және сол бойынша сізге жасап береді. Мысалы мен оның алдында осындай форматта балабақшаларға арналған кітап жасаған болатынмын. Яғни ішінде суреттерін, тексттерін барлығы өзі жасап береді. Және мына жердегі слушать дегенді бассам, мысалға мына жердегі маған тексті оқып береді. Қазақшадан жасауға бола ма? Так, бұл бойынша болу керек. Мысалы, қазір сіздермен қазақша жасап көрейік. Мысалы, мақтар қыз ертегісін жасап беріңіз. Қазірде стильде деп айтайын.
стилде, қазақ тілінде. Қазір күте тұрайық. Момент, бір-екі минут уақыт алады. Бұның бәрі бесплатный версиясында возможно, да? Шатаспасам, бесплатный версиясында бұл сторибук жоқ өзім. Ой, бізге тек қана бесплатный версиясын көрсетсеңіз онда. Сіздер қай облыстан? Алматы қаласы. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік мектептенсіз, иә? Иә. Мемлекеттік мектептердің барлық мұғалімдеріне біз қосып бердік қой. Сізде Алматы Еду деген аккаунтыңыз жоқ па? Бар, бәрі бар қосылған. Иә, сол Алматы Еду деген аккаунтпен көрсеңіз, ішінде про версиясы. Жақсы. Неге частный мектептерге бермейді? Бізде жаңағы договор бойынша жұмыс жасаймыз, яғни Алматы қаласы барлық мемлекеттік мектептер білім басқармасы қосып берген болатын оларға, ал жаңағы частный мектептер бойынша біз олармен жаңа бөлек-бөлек жұмыс жасаймыз, яғни бөлек договорға отырамыз. Мысалы, мына жерде маған суретті қазір жасамай тұр екен. Менде интернеттен ғой деймін. Бірақ ішіндегі барлық материалдар, тексттерді мінекей бізге мысалға қазақ тілінде жазып берді. Мінекей. Так, яғни осындай форматта сіздер әртүрлі жаңағы мультфильмдер, кітаптар жасасаңыздар болады. Бізде қазір уақыт сағат 4-тен асыпты. Онда, құрметті әріптестер, барлық сұрақтарыңызға жауап бере алдық па? Рахмет, жақсы. Иә, рахмет. Күшті. Жақсы, керемет. Біз бұл видеоның записін YouTube-ға салып қоямыз, edata.kz деген. Соның ішінен тағы да қайталап көрсеңіздер болады. Сонымен қатар, бізде осылай апта сайын өтіп отырады. Тағы да сұрақтарыңыз болса, бізге жаңағы WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Сонымен қатар, келесі аптаға да әртүрлі жаңа сұрақтарыңызды дайындап келсеңіздер болады. Бірге қарап, талдап көреміз. Жақсы, онда құрметті әріптестер, мен онда өшіре берейін. Бүгін уақыттарыңызды қиып қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Олар барлығы сіздерге жаңағы тәжірибе жүзінде өте пайдалы болады деп ойлаймын. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.